Мен едім Қайнар деген ақын баланың жыр айтып бала күннен тақылдаған, мен де бір Шынбергеннің шәкірт едім, қонақ деп ойламаңдар шақырмаған. Көптен бері карантин жолды бойлап топты да көрмей жүрек тобырлаған, сондықтан көп ештеңе айта алмаймыз, шапалақ ұрмасаңдар шатырлаған. Негізінде қарап байқап тұрмын, бұл кешке жалпы ведущий керек жоқ қой ағай. Бірақ Шәкен өзі бұйырғаннан кейін бұлдайтын неміз бар деп келіп қалдық. Жалпы Шынбергендей ақындар бар, таң қалмауға шараң жоқ. Шынбергендей әншілері бар, жанып тұрған жанарды. Шынбергендей шешендер бар, алынбайтын қамал жоқ. Бар өнерді бойға жиған Шынбергендей адам жоқ. Сондықтан құрметті ақтөбеліктер, мінекей сағындыра күткен шайыр Шынбергеннің шығармашылық ән кешіне қош келдіңіздер ағайын. Ассалаумағалейкум. Осындай Шынберген ағамыздың концертінде сіздердің әдемі жылы жүздеріңізді көргеніңізге қуаныштымыз. Енді ойлап отқан шығарсыздар, мынау не істеп жүр? Мына афишада жоқ қой, кім мынау деп отқан шығарсыздар. Мен афишаның артындамын, артын қарасаңыздар, мен тұрмын. Кеш жүргізуші Қайнар деп тұр ғой, мынау не ағып жүр деп отқан шығарсыздар. Негізі Қайнардың қасында бар, мен просто Қайнардың қасында кез келген адам көрінбей қалады да, Қайнар тұрған кезде біздер көрінбейміз ғой. Жалпы бұл кешке мен ешкім шақырған жоқ. Өзім білдім осы кешке. Өткен Шәкеңді ерекше құрметтейміз, жақсы көреміз. Содан кейін бүгінгі кешті Қайнар жүргізеді дегеннен кейін Қайнардың қасында тұрып бір кеш жүргізу, тем более Шынберген студенттің кешін жүргізу мен үшін бақыт ағайындар. Сондықтан да бүгінгі кешке қош келдіңіздер. Сіздердің алдарыңызда Назар Аудар театрының актері, өздеріңіздің сүйікті ұлдарыңыз Ғазиз Ерболат. Және ақын Қайнар Алагөз. Сосын, құрметті көрермендер, тағы да бір ескертіп айтатын жағдай, концерттің соңында айқай болып отпасын деп айтайын деп шығып тұрмын мен сол. Бүгін кештен афишада Айгерім Мамырова болып көрдіңіздер ғой. Сол Айгерім тыңдау үшін келген көрермендер көңілін түсіреміз, өйткені енді денсаулығына байланысты Айгерім ауруханаға түсіп қалған екен. Айгерім келе алмайтын болды. Бірақ уайымдамаңыздар. Айгерім өлеңдерін мен айтамын бүгін. Атым Ғазиз болғанмен үйдегілер мен Айгерім өлгейді дейді. Жалпы енді бүгінгі кеште мен шыны керек не айтарым білмей тұрмын сіздерге. Өлеңдетіп айтайын десем қасымда ақын тұр. Әзіл айтайын десем Шәкеңнің әзілдерінен асып қайда барамын сіздер. Сондықтан да бүгін Шәкеңнің концерті болғаннан кейін бүгінгі кешті жалпы осындай көрерменге керемет көңіл күй сыйлап, осындай кеш өтсін, халық сағынды деп Шынберген ағамыз сахнаға алып шыққан Шынберген ағамның ұлы бар осы жерде, Ержан дейтін. Сол жігітке бір қош көтеріңіздер. Осы кешті ұйымдастырып жатқан сол Ержан. Ержан деген негізі Шынберген ұлы деп тұрғанмен ол кісі Шынберген баласы емес бірақ. Ол Шынбергенді өмірге алып келген алтын құрсақты, ақ жаулықты алтын анамыздың баласы. Кеш құтты болсын. Шынбергенді ұлды өмірге әкелген сізге Алла разы болсын, және Ержандай ұлды тәрбиелеген сіздерге Алла разы болсын. Жалпы Шынберген ағамыздың жақсы бір сөзі бар. Елімізде ақ жаулықты ана қайда, бұл халқын бар бақытын бағалай ма? Алтын сынды анамыз аман отырғанда Шынберген мен Меруертке бала қайда деген. Дұрыс па?